Сәлем достар, сіздермен Тоғжан. Және де бүгінгі видеода бізде пранктардың 3-ші бөлімі болады. Және неге мен пранктардың 3-ші бөлімін түсіріп жатырмын? Себебі менің пранктардың 2-ші часті каналымда 1400 просмотр жинады. Және де бұл сан одан әрі өседі деп ойлаймын. Және де ал неге мен қайтадан түсіріп жатырмын? Себебі бұл видео көптеген дизлайк жинады. Және де көптеген жаман комментариялар келді маған. Сондықтан мен комментарияларды өшіріп тастадым. Сондықтан мен осы видеода пранктардың 3-ші бөлімін түсіретін боламын. Сіздерге видео ұнайды деп ойлаймын. Және де біз бастаймыз. Бірінші пранк үшін бізге зубной пастасы керек. Және де бірінші біз тіс пастасын есіктің ұстайтынына арт жағына жағамыз. Міне жағып қойдық. Бұлай көрінбеу керек біздің пастамыз не ар жағында. Сонда адам осылай ұстап қалғанда жерде қолы сондай паста болады. Бірақ не осындай досыңыз есіктің ұстағанда оның қолы паста болу керек. Екінші пранк ол біз сіздің досыңыздың аяқ киімін аламыз. Досыңыз кетер алдында біз сол аяқ киімнің ішіне біраз досыңыз дағы кетер алдыңызды себебі су тиіп кетті. Енді қазір шығарамыз. Бірақ бұл пранктарды мен біреуге істемейтін боламын. Досыңыз аяқ киімін киіп қалғанда, оның аяғы өте су болады. Бұл өте күлкілі және бұл пранк үшін досыңыздың телефонын аламыз. Одан настройкаға кіреміз. Сосын язык и вводты басамыз. Сосын языкты басамыз да өзіміз қалаған тілге ауыстырамыз. Міне болды. Сонда досыңыз көргенде біртүрлі болып қалады. Иә, бұл сіздің досыңызға жаңа тілді үйренуге көмектеседі. Бұл пранк үшін сізге Орео печеньелерді әлде жай үйде бар печеньелерді аламыз. Және оған тіс пастасын жағамыз. Оны екінші печеньемен жабамыз. Енді бұны досыңызға беруге болады. Ол өте дәмді. Бұл пранкқа қаламсапты аламыз. Қаламсапты қаламсалғыштың астына түбіне термоклеймен жабыстырамыз. Міне қаламсап қаламсалғыштың астына жабысып қалды. Бірақ қорықпаңыз, термоклей тез алынады. Енді оның жан-жағына әртүрлі қарындаштармен, фломастерлермен толтырамыз. Енді досыңыз сізден рұқсатсыз ручка алғысы келсе, ол просто ала алмайтын болады бұл ручканы. Міне видеомыз аяқталды. Және де егер видео ұнаса лайк бас, каналға жазыл. Және де егер сұрасаңыз, мен неге мына бадокты әрбір видеомда киемін, почти. Себебі мен просто прическа жасауға келмеймін. Және де сау болыңыздар.